бірде-бір жігіт достарынан үйіне қайтып келе жатқан. Енді кеш болғандықтан жолды аула арқылы қысқартуды шешті. 9 қабатты панельді ғимараттар көп болды, және ол бұл жерлерді қатты ұнатпады. Бірақ ол үйге ертерек оралғысы келді. Жас жігіт ойын алаңының қасынан өтіп бара жатып біреудің дауысын естіді. Ол не айтқанын бірден естімеді, бірақ қорқыныш сезіліп зәресі ұшып кетті. Сосын ол қараңғы жерде әткеншектегі бір әжені байқайды. Олар сені бақылап отыр. Олар сені бақылап отыр. Енді ол әженің не айтқанын түсінді. Қорқыныштан суып кетті. Оның да түрі көрінбеді. Олар сені бақылап отыр. Онда кім болғанын көргім де келмеді. Ол қадамдарын тездетіп бұл қараңғы ауладан өтіп бара жатты. Ол 9 қабатты үйлердің ортасында біреудің көзқарасын байқады. Жігіт басын көтеріп терезеге қарады. Онда ол қарт адам оған өзінің ақ көздерімен оған қарап тұрғанын көрді. Егер ол адам ойылған көзбен, ашылған қисық ауызбен қарап тұрмаса, жігіт қашпаушы еді. Жігіт ол жерден жүгіріп үйіне қашып кетті, және көзінің қырымен әрбір терезе оған адамдар қараған есінде. Және жігітте әрбір адам фигурасы есінде. Ол өз үйіне қалай пайда болғанын байқамай қалды. Ол тыныстап алып, киімін шешіп, анасына не болғанын айта бастады. Бірақ жауапқа дым алмады. Ұйықтап қалған болар, деп ойлады жігіт. Ол өз бөлмесіне кірді. Терезе алдында анасы арқамен тұрды. Ол жарықты жақты. Біз сені бақылап жүрміз.